Қайырлы күн. Менің әлеуметтік желідегі достарым, менің қолдаушыларым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен қазіргі кездегі хит салаттардың бірі руккола қосылған қызылша салатын дайындамақшымын. Егер менің бейне жазбам ұнап жатса, менің арнама тіркелуді, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыңыздың пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ендеше іске кірісейік. Ол үшін маған руккола керек, және қызылша, брынза керек жаңғағы қажет болады. Рукколаны мен салқын суда жақсылап тұрып, әбден жуып алдым, кептірдім. Енді оны өте ұзын болып кетпеу үшін екіге бөліп жатырмын. Қызылшаны да кубиктап тураймыз. Өте үлкен де емес, өте кішкентай да емес, орташа етіп турап аламын. Жалпы қызылшаның да, рукколаның да адам ағзасы үшін пайдасы өте зор. Қызылшаның құрамында йод көп, сондықтан еске сақтау қабілетінің, ой-өзінің дамуына үлкен көмегін тигізеді. Ағзадағы темірдің сіңуіне, ақуыздар мен майлардың қорытылуына көп көмегін тигізеді. Сондай-ақ мына іш қату кезінде де қызылшаның пайдасы өте зор. Сондықтан да қызылшаны жиі пайдаланып тұрған абзал. Руккола деген көк шөбіміздің де пайдасы өте зор екен. Ол дәрумендердің ішіндегі К дәруменіне өте бай екен. Бұл иммундық жүйенің жақсаруына, зат алмасудың жақсаруына жақсы әсерін береді. Сондай-ақ қатерлі ісіктің алдын алуда өте маңызы зор екен. Сондай-ақ көруді жақсартады екен. Әрине бұдан да басқа пайдасы өте зор. Сондықтан жалпы көкшөптердің пайдасы адам ағзасы үшін өте маңызды. Міне осылайша қызылшамызды турап алдық. Енді брынзамызды осылайша кубиктеп турап аламыз. Сүт өнімдері кальцийдің жақсы көзі болып табылады. Сүйектердің нығаю үшін, жүрек пен бұлшық еттер үшін өте пайдасының зор екенін білеміз. Енді грек жаңғағын бұны қолмен де уатуға болады. Біреулер оқтаумен оқытап жатады. Мен енді блендер пайдаланып жатырмын. Блендерді онша пайдаланғанда дұрыс. Егер жоқ болса, қолмен де жасай беруге болады. Енді соусымызды дайындайық. Ол үшін мен 50 граммдай шемешкі май алдым. Және бальзамический соус дейді, содан 1 қасық алдым. Тұз алдым, лимонды сығып алдым, және 2-3 бас чеснок алдым. Енді чесноктың тағамға дәмі енді айтатыны жоқ. Тағамға беретін дәмінің айтатыны жоқ қой енді. осылардың бәрін
қосып бір масса шығарып былғап алғанды жақсы көрем, бөлек-бөлек салғаннан. Енді мен бұл салатты қабат-қабат қылып жасайын деп жатырмын. Сондықтан да бірінші қабатына мен руколаны салдым. Жайып жатырмын, және 1-2 қасық жаңа жасаған соусымды құйдым. Екінші қабаты әрине ол қызылшаба. Мен енді әдейі көп қылып дайындап жатырмын. Енді қайта-қайта дайындай бергеннен не болса да мол болсын деп, сол молынан дайындап жатырмын үлкен тарелкаға. Енді әрбір қабат үшін соусты құйып тұрған дұрыс. Енді үшінші мен брынзаларымды салам. Және уақтап алған грек жаңғағын бетіне себезелейм. Және қалған соусымды бетіне құйып жіберем. Одан кейін бұл салат 15-20 минут өзі бабында тұрғаны дұрыс болады. Бетін әрлеу үшін петрушка ма, укроп па бірдемелер алуға болады. Мен енді осы руколаны жапырақтарын, 1-2 жапырақтарын алып бетіне әдемі болу үшін қойып жатырмын. Міне менің салатым осылайша дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, менің арнама тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.